Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода мен сіздерге ыстық күнде ішуге арналған керемет салқын тамақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Оған керекті заттар: колбаса, қияр, картоп, редиска, минералды су және де айран, жұмыртқа қажет болады. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең бірінші кезекте жұмыртқаның сыртын ашып аламыз. Неке осылайынан барлығын да ашып аламыз. Келесі кезекте картопты да солай ашып аламыз. Міне бізде барлық картоп ашылды. Және міндетті түрде ыстық суға қайнатып алу керек. Одан соң қиярды турап аламыз. Қиярды жарты бөлігін турайсыздар, қалған бөлігін үккіштен өткіземіз. Мінекей картопты да, қиярды да осылай майдалап турау керек. Редиска менен қиярды да жартысын осылай өткізу керек. Одан кейін жұмыртқаны да тураймыз, барлығын саламыз. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай колбасаны да турап аламыз майдалап. Барлығын міндетті түрде майдалап турау қажет. Және де тұз себеміз дәмін келтіру үшін. Бұрыш себеміз. Және де ендігі кезекте барлығын араластырып аламыз. Міндетті түрде жақсылап араластыру керек. Бүкіл керекті ингредиенттердің барлығын өздеріңіз көлеміне байланысты жасасаңыздар болады. Біз бұл жерде өте үлкен көлемде жасадық. Сіздер одан да аз мөлшерде жасасаңыздар болады. Ең бірінші екеуін араластырып құямыз, айран менен суды, яғни минералды суды осылай араластырып құямыз. Бұл жерде бізде 2 баклажка айран және 2 баклажка минералды су кетті. Сондай болу керек, су құйған кезде және айран құйған кезде. Дәмі өте күшті болып шығады. Және де достар, видеоны қарап жатқандықтан енді міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, лайк басыңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Және видеоларды жіберіп алмаңыздар, алдағы видеоларды. Осылайынан құямыз барлығында. Одан соң жақсылап тұрып араластырамыз. Мен қағда бір минералды су қостым. Өте күшті болып шығады достар. Араластырамыз. Мінекей достар, дайын болды. Сау болыңыздар. Рахмет.